Сәлем әлем. Қалайсыңдар? Кеш жарық, құрметті оқырмандар, достар, құрбылар, әріптестер. Кеш жарық. Барлықтарыңызды кешкі эфирде күтіп, мен өзім дайындалып, ниеттеніп шығып отырмын. Аллах қаласа өте жақсы пайдалы эфир болатынына сенімдімін. Сұрақтарыңызды дайындап отыра беріңіздер. Сосын кешке жақын ортасында бір ана өзі запрос тастап диагностикаға қатысса болады. Ал барлығы естіліп тұр, бәрі нормально болса, сабағымызды бастай берейік. Бәрі жақсы естіліп тұр ғой, Ал ең біріштен мен өзімді таныстырып өтейін. Майра Болатбекқызы, Астана қаласындағы шыңдал түзете дамыту орталығының басшысы, 10 жылдық еңбек стажы бар логопед-дефектологпын. Қазақстандық логопед және дефектологтардың ассоциация жетекшісінің бірімін. 4 баланың анасымын. Және де Қазақстандағы ең алғашқы мобилдік қосымша, өз-өзіне логопедиялық мобилдік қосымшасының авторымын, жеке кәсіпкермін, Қызылорданың тумасымын, Қызылорда облысы Жалағаш ауданының тумасымын. Қазіргі күнде бір студент балам бар, 3 оқушы балам бар, жолдасым және өзім отбасымыз. Сіздерде барлығыңызды бүгінгі кешкі эфирде көргеніме өте қуаныштымын. Эфирде бір-бірімізбен таныстық, бір-бірімізбен жылы қарым-қатынас болатынына сенімім мол. Ал енді жерлес қызылордалық адамдар көбінесе тез сөйлейді. Соны өздеріңіз қанша көріп жүрсеңіздер, басқа қалалармен қарағанда Шымкент пен қызылордалықтар тез сөйлейді. Егер десеңіздер, оған да бір лайк басып жіберіңіздер. Сабағымызды бастаймыз. Ең бірінші, мына жердегі сұрақтарды қазір қойғанмен, мен қазір көре алмай қалуым мүмкін. Сол үшін қазір сұрақ қоймаймыз. Сұрақ қоятын кезде ғана жақсы ма? Сол үшін расширенно болып туылған балалармен жұмыс жасайтын логопед бар ма? Ақтауда расширенно небо, губы деген, ол қазір ондай қатты үлкен проблема емес. Сол үшін кез келген логопед жұмыс жасай алады. Ең бастысы сол дыбыстарды қою, егер ақыл есі түзу болса, дыбыстарды қою және артқы дыбыстарды, к, г, с, з, ц деген сияқты ысқырық дыбыстар мен тілдің артқы дыбыстарын қою мүмкіндігін білсе болды, және массаж жасай алса болды. Қиын түгі жоқ. Ал сабағымызды бастаймыз. Барлығымыз кеш жарық. Тамаша. Әдемі болып тұрсыз. Рахмет. Коммент өшіріңізші дейді. Дұрыс өшіріп сайым қазір. Шынымен өзімде. Саламатсыз ба, Майра ханым? Уже Медина сөйлем айтып жүр. Тамаша. Медина деген қыз уже бірінші жыл емес, екінші жыл, үшінші жыл әрбір кезде өзім көріп, наблюдение жасап, арғарай план құрып жіберем. Каждый раз жақсы нәтижелермен қуантып жүр. Алла қаласа өте жақсы нәтижелермен кездескенше. Ал мен комментарийді өшіріп тастаймын. Комментарийді выключить комментарий. Все. Ал 5 минут күттім. Өзімді таныстырдым. Сабақты бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз ЗПРР тақырыбы. ЗПРР деген психикалық және сөйлеу тіліндегі тежелген балалардың жасына байланысты тек ЗПРР деп келеміз.
Неге 3-3,5-ға дейін ЗПР болады, одан кейін неге ЗПР және ОНР болады. Ол туралы да түсіндіремін, иә. ЗПР уақыт өте келе ЗПР плюс ОНР-ға ауысады. Ең бірінші ЗПР-дің өзінен бастайық. Бұл не? ЗПР деген ол екі қосынды. Яғни психикалық дамуы тежелген баламен және сөйлеуінде тежелген бала, яғни ЗРР мен ЗПР-дің қосындысын ЗПРР деп айтамыз. Түсінікті, ЗРР деген түсінікті, ақыл есі түзу, память, внимание, мышление бар, барлық команданы орындай алатын баланы ЗРР дейміз, тек сөйлеу тіліндегі кежелу, СТТ деп айтамыз ол қазақ тілінде. СТТ мен ПДТ екеуінің қосындысын ЗПРР деп айтамыз. СТТ сол ЗРР. Енді ПДТ психикалық даму тежелу, яғни бұл ешқандай дамуында, яғни физикалық тұрғыдағы дамуында ауытқу жоқ, яғни жүре алады, еңбектей алады, құлағы естиді, көзі көреді, дәмді сезеді. Осы балалардың психикалық, яғни өте тонкий, көзге көрінбеуі мүмкін. Первое время даже ата-аналар не үшін балама ЗПРР қойдың деп олар қарсы шығуы мүмкін. Не үшін? Өйткені ол көзге көрінбейді бірінші кезде. Ол кейін уақыт өте келе 3 жас, 4 жасқа келген кезде қатты выраженно көріне бастайды. Ал бірінші, екінші, үшінші жылға дейін ол выраженно көрінбейді. Алайда әрбір ана өзі сезеді. Яғни ЗПРР болғаннан кейін балам сөйлемейтін біліп тұр. Тек сөйлемейтінге қана акцент аударса, онда ол жерде ата-ана біз қараған кезде біз баланың әр нәрсені орнына қойды ма, сортерді жинады ма, пирамидканы құрастырды ма, бір нәрсені қатты қыса алды ма, бір домалақты мысалы мұжғылай алды ма, кестевой праксисті пайдаланды ма, аузын ашты ма, қатты аша ала ма, секіре ала ма, артқа қарай жүре ала ма, екі көзді бір-бірімен 3-4 жасқа таман қоя, бір-бірімен бүйтіп кезектестіре ала ма, сөйлеуінен бөлек психикалық даму, ол ең біріншіден память, внимание, мышление, яғни есте сақтауы, зейіні және ойлауы, эмоциясы. Осылар орында тұрма. Баласы сөйлемейді, алайда өз-өзіне аутоагрессия жасауы мүмкін, ұруы мүмкін, жерге басын соғуы мүмкін, айтқан істемей қалса болды, жерге жата қалып, истерика шығаруы мүмкін. Бұның өзі ЗПРР-дің бір белгісі болуы мүмкін. Бұл бір. Және эмоцияларыңызды 7-8-9 айларында, бала 7-8 айында эмоцияны біле бастайды. Яғни, ол эмоция деп күлген кезде, кәдімгі күлгенде сізге қарап, ол да күлетіндей болу керек. Егер сіз күліп тұрсыз, ол сізге қарап күлмесе, кейін сол эмоцияларды қайталай алмаса, бұл да бір элемент болу мүмкін. Ата-аналар әр жерден оқып алады, ЗПР дегенне, ЗРР дегенне оқып алады да, бәрібір мына жерінде түйін жүреді, бір кішкене, что-то мынау дұрыс емес болып жүр. Бірақ кейде бала, мысалы, күнделікті айтқан нәрсені ол орындауы мүмкін, Үйде памперсті әкел десем, мысалға одан кейін інісінің немесе қарындасының памперсін әкел десем, барып алып келеді дейді. Значит, ол мені түсініп тұр ғой. Значит, ол жұмысты істеп тұр ғой. Ол команданы орындап тұр ғой дейді ғой. Дұрыс па? Ол памперсті әкелу мүмкін, пульт деген әкелу мүмкін. Алайда ол күнделікті қайталана беретін жұмыс болғаннан кейін, ол үйреніп алып, 5 рет, 10 рет, 20 рет айтқаннан кейін, ол памперсті алып келді. Подгузникті алып келді. Алайда сыртқа шыққан кезде мен бір команда орындап,
қызыл домалақтап келі жасыл допты маған бер деген сияқты, төртбұрышты көбікті маған бер деген сияқты айтқан кезде оларды түсінбеуі мүмкін. Сол үшін именно ол балада үйдегі бытовой күнделікті, мысалға қолың жу дегенде жуа алуы мүмкін, бытовой нәрселерді мүмкін уақытлы сеуі мүмкін, мысалға туалетін өзі білуі мүмкін. Ол ЗПР плюс раста, ол басқа бөлек. Таза ЗПР туралы ғана айтып тұрмын мен бұл жерде. Бала сөйлемейді, ол явны сөйлемейді. Ол неге сөйлемейді? Өйткені төменгі психикалық функциялар бұзылған кезде ең жоғарғы психикалық функция ол тіл, қарым-қатынас құралы, тіл по-любому жоқ болады. Ол тіл, айтып тұрмын, мен всегда айтамын, тіл деген ол бір вишенка. Торттың, әдемі торттың бетіндегі вишенкасы. Егер торттың өзі развалина болып жатса, ол ешқайсысы бір-бірінің үстінде кәдімгідей әдем болып тұрмаса, бетіндегі вишенкасы по-любому ол дүзді тұрмайды. Ол по-любому ол әдем болып тұрмайды. Ол или құлап кетеді, или дұрыс тұрмауы мүмкін. Сол сияқты біз көретініміз, ата-аналардың көретіні, сөйлемейді деп келеді. Ал шын мәнінде ол балада ЗПР болады. Күнделікті примерде, ЗПР-ді неге айтамыз? Простой командалар, ең простой командалардың өзі. Мысалға, сиырға сиырды қой деген кезде көру арқылы қабылдауы мүмкін. Қазіргі таңда көру арқылы қабылдау почти көп балаларда бар. ЗПР-лердің көп балаларда бар. Неге? Өйткені смартфон көреді, жан-жақтан көреді, үйдегі адамдарды көреді, даланы көреді. Көру арқылы, мысалға, көріп тұрып, сиырға сиырды қояды, аттың үстіне атты қояды, тауыққа тауықты қояды. Барлығын түп-түзу қойып береді. Мен бүгінгі консультацияға келді. Менде плакат бар, плакатта 8 жануар бар. Сосын 8 жануардың менде мүсіндері бар, сол мүсіндерді сол үстіне қойып шығу керек. Бала мүдірмей барлығын қойып берді. 100% қойып берді. Алайда енді соларды маған алып бер деймін енді, дәл соларды. Енді маған игого алып бер маған деп айтам ғой, атты алып бер деп айтам. Сосын бар, игого алып бер, атты алып бер, кім қалай түсінеді, сол екеу-үшеуін айтып көрем, оны алып бер десем, оны алып бере алмайды. Муды алып бер, муды сұрайым, оны алып бермейді. Біреу екеуін қателесуі мүмкін ол жерде. Сол сияқты ішінде өзі көзбен көрген кезде барлығын салды да, ал есту арқылы қабылдауы, яғни мен естіді, муды алып бер деген естіді, құлағынан кірді, олардың ЗПР балаларының құлағы естиді, көзі көреді, тілі дәм сезеді, тактилкасы жұмыс жасайды, физикалық тұрғыда кәдімгі жақсы, жүре алады, ДЦП емес. Яғни құлақтан кірді, ми қортқан жоқ, яғни есту арқылы қабылдау болған жоқ. Ол адаптивный ответке, ол аузынан шығара алмайды, сол маған сиырды бер дегенге сиырды бермей тұр. Көрдіңіз ба? Сонда көру арқылы қабылдау бар да, есту арқылы қабылдау жоқ. Уже бір галочка менде тұр. Екінші не болуы мүмкін? Бір ойыншықтан екіншіге ауысып кетеді. Екінші ойыншықтан үшіншіге ауысып кетеді. Бір әдемі өзіне ұнағанда отыруы мүмкін. Әбден отырып, жатып, соны ойнауы мүмкін. Алайда көбінесе жаңа ортаға келген кезде истерикамен кіру мүмкін. Жаңа нәрсе оған ұнамауы мүмкін. Солда болады. Сосын ЗПР балалар келген кезде көбінесе тонус төмен болады. Жалпы тонус төмен болады, және артикуляциялық мышцы, артикуляциялық аппараты, артикуляция аппараттың тонус төмен болады. Сосын жалпы проприцепцияда төмен болады, және бала слабенький болып тұрады. Яғни мен қалай түсіндіріп айтам ол кезде ата-анаға, көріп тұрсыз, қолды деген былжырап жатыр, саусақтар деген қатты нәрсені қыса алмайды, қол аяқ деген өте әлсіз,
сөйлеу аппараты да әлсіз, сілекей жиналып тұр, тонус өте төмен. Яғни мына тонус біздің сыртқы көрінісіміз, ол ми ішінде сондай болып жатыр деген сөз. Мидың ішінде нейрондар, дендрит, аксондардың бәрі бір-бірімен күшті болып, анандай байланыста болу керек қой. Алайда мида өзі, гипотонус бала сыртқы көрінісіміз, мидың ішіндегі эластичность дейді ғой, кәдімгі серіппелі, эластичность болмай, о жақта да еле бір-бірімен тиеп, әйтеуір солай тұрады. Сонда көрдіңіз ба, бала есте сақтау қабілетін қалай күшті қылып есте сақтайды, егер олардың өзінде, мидың өзінде эластичность әдемі. Енді мен бұл жерде образны түрде айтып тұрмын, мен прям осындай былжырап тұр деген емес, мен сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын, қарапайым тілде түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Яғни мидың ішінде бәрі бетіп тонусынандай сияқты болып жатыр деген сөз емес. Сол үшін серіппелі болып, жай болып жатыр. Сосын ол бала қалай есте сақтай алады? Память, внимание, мышление, эмоцияларды қалай келтіреді, қалай есте сақтайды? Мысалға, ол баланың көру арқылы есте сақтау күшті болуы мүмкін, алайда есту арқылы есте сақтау нашар болуы мүмкін. Қазір айтқан түстерді, сол 4 түсті, қазірге айтқан 4 түсті, ол 4 түсті біз 1 ай жаттауымыз мүмкін, 4 түсті 2 ай жаттауымыз мүмкін. Көру арқылының өзінде, немесе естудің өзінде. Сол үшін есте сақтау қабілеті төмен болады. Және ойлау қабілеті, ойлау қабілеті 1-2 жасында қалай ойлайды олар? 1-2 жасында балаларда қандай ойлаған кезде, мама бер деген сөз айтатын кезде бір нәрсеге бәрібір ойланады ғой, біліп тұрсыз ғой, носки киюдің өзінде қалай кию керек екенін ойланады. Осының барлығы өте тонкий нәрселер, вроде бы онша білінбейтін сияқты, Сосын ата-аналар айтады, балам көп шалынады, как будто тұсау кесілмеген бала сияқты болады. На самом деле ол жалпы моторная диспраксия деп айтамыз, Диспраксия, дис деген бұзылыс, праксис деген қимыл қозғалыс. Кистевой диспраксия дейді, артикуляционный диспраксия дейді, ЗПРР балаларда жалпы диспраксия болады. Яғни тез сүрініп құлай береді, әр жерін соғып ала береді. Сол мидың ішіндегі эластичность күшті болмаған кезде қол аяққа да сигналдарды дұрыс жібермейді. Сол үшін ілініп салынып жүрген сияқты болады. Как будто арқасын түзу әдем болып жүрудің орнына кішкене еңкейіп кеуде мүмкін. Сол үшін праксисіне де қараймыз. Бордюрдің үстімен жүре алмауы мүмкін. Бізде бордюрдан секіруге әлі өткен жоқпыз. Секірудің өзіне қолмен ұстап еле-еле секіреді. Кейбіреулер көпке дейін бордюрдан бері қарай төменге қолды ұстап секірудің өзі көп балаларға қиын болады. Осының барлығы ЗПРР-дің жалпы көріністері. Енді неден болуы мүмкін бұл? Жарайды болды десек, қараңыздар, неден болуы мүмкін деп біз қазіргі күнде екінің бірі, келіп жүрген біздің орталыққа, басқа орталықтарға келіп жүрген балалардың екінің бірі қазір бізде ЗПР. Мойындау керек, өте көп болып кеткендігі соншалықты біз ол ЗПР-ді күнделікті норма деп қалыпты, ЗПР болғанына шүкір деп дейтіндей жағдайға жеттік. ЗПР плюс рас емес, аутизм емес, әйтеуір ЗПР болып келгеніне шүкір. Әйтеуір сіздерде уақыт бар деп айтумен енді комплексті түрде, интегративті түрде, мен интегративный қазір осы туралы айтамын, интегративті түрде жұмыс жасаған кезде ғана жақсы нәтижеге жететінімізді айтқым келеді. Енді неден болу мүмкін? Көбінесе 80-90% ЗПРР жүктілік уақытында және
өмірдің бірінші жылында белгі береді. Яғни ол ата-ананың стресі, жан-жақтағы экология, нашар тамақтануы, мысалы пассивный курильщик деген сияқты, өзі шекпесе де шеккендердің қасында жүргені, күтін ұйқысы дұрыс болмауы, токсикоз, әртүрлі инфекциялар, таза ауаның болмауы, баланың миына дұрыс ауа солың өзіне жетпей тұрған кезде, плацентаның өзгеруі, осының барлығы қанша рет айтам, осы кезге шейін неше рет айттым, 9 ай өмір, іште жатқан 9 ай баланың өмірі анасына 9 жылға дейін жұмыс тауып береді. Осыны қағиданы прям жаттап алса деймін да, 9 іште жатқан 9 ай 9 жылға дейін ата-анаға жұмыс тауып береді. Яғни тағы бір мен мысалмен айтайын да, енді барлығын всегда мысалмен айтып жүрмін ғой. Бұрын 2014 жылы, осыдан 9 жыл бұрын мен коррекционный мектепте жұмыс жасадым. Сол кезде менде бір қыз болатын. Енді түймесін тағуға үйретем, уже 8 жаста 1 классқа барады, ЗПР, бірақ рас жоқ, таза ЗПР. Оны 8 жаста өзіңіз көріп тұрсыз, сол қызға біз түйме таққызамыз, ручка ұстатамыз, 1 классқа әйтеуір отырғызып үйретеміз, әріп үйретеміз ол қызға. Сол кездегі ата-анасының айтатыны, қалай көтергеннен бастап 9 ай бойы мен базарда салқын жерде болдым, аяғымнан сыз өткен кездер болды, алма саттым, кейде базар емес, базардың сыртында болған кездер болды, Астананың суығын білесіздер. Осылардың барлығы әсер етіп, мен қазір міне бала 8 жаста 1 классқа коррекционныйға барып отырмыз. Мен коррекционный мектепте 1 А класста жұмыс жасағам сол кезде. 2014 жылы осы Астанаға келген бойда мен сразу коррекциялық мектепте, осы жақтағы коррекциялық мектепте жұмыс жасадым. Сондағы қаншама ата-аналармен біз сөйлесеміз, мониторинг жасаймыз, үйлеріне бар танысамыз, семья жағдайлармен танысамыз. Сол кездегі ең бірінші қағида осы 9 айлық өмірдің 9 жылға дейін жұмыс тауып беретініне кепілдік. Сол үшін ең бірінші ата-аналар іште жатқан кездегі денсаулық баланың бүкіл өміріне әсер етеді. Бұл бір. Сосын 1 жыл, первый год туылғандағы асфиксия болуы мүмкін, баланың өзіндегі әртүрлі ата-ананың өзі ауасы жоқ жерде компьютерде көп отырған болса, туылғандағы травмалар, әртүрлі инфекциялар, 1 жылдағы қатты температура еткеннің өзі осындай последствияға алып келуі мүмкін. Енді ауыр жағдайлардың өзінде, мысалға, гидроцефалия, микроцефалия, әртүрлі аурулардың өзінде де ЗПР қасында қосымша жүреді. Ол и так, мидың дұрыстамауы, қан тамырларының дұрыстамауы, олардың барлығы уже генетический емес, уже физиологический, органическим путем бұзылыстармен бірге, міндетті түрде, органический бұзылыстармен бірге, міндетті түрде ЗПР тағы жүреді деген сөз. Сонда бұл органический жолдармен жүргендегі бөлек, 1 жыл, баланың 1 жыл өміріндегі денсаулығы бөлек, іштегі 9 айдағы ана мен баланың денсаулығы бөлек, осы факторлардың барлығы міне ЗПР-ді туғызып отыр. Осыдан кейін қалай ЗПР бала көбеймейді. Көріп тұрсыздар, сол үшін бізде с добрым утром қазір шынымен ЗПР деген. Сосын енді жарайды ЗПР екен білдік. Қаншаға шейін күтуге болады, қанша айға дейін оны жасауға болады, ол вообще емделеме, ол жөнделеме, ол ауру ма не өзі деп айтады, ол психикалық және сөйлеу тіліндегі
бұзылушылық, яғни задержка және уақытша тежелу. Нақты ауру демесек те, бірақ тежелу. Егер таза ЗПРР болса, тежелу болса, оны күшті, жақсы интегративті жолмен жұмыс жасалса, өте жақсы результатқа алып келеді. Оған қаншама дәлелдер бар. Таза ЗПРРлерді шығарып жатқан дәлелдер өте көп. Қазақстанда болсын, шетелде болсын, ондай дәлелдер өте көп. Қанша айда дейтін сұрақтар болуы мүмкін, қанша айда немесе қанша жылда дейтін болуы мүмкін. ЗПРР өзі 3-3,5-ға дейін ғана қойылады. Үш 3,5-ға дейін ғана қойылады. Яғни, көріп тұрсыздар, атана неше жасында бірінші дабыл қағады. 2 жасынан бастап дабыл қағады. 1 жаста ол білінбеуі мүмкін, балалармен гу деуі мүмкін, уақытлы шынмен гул деуі мүмкін, кейде әртүрлі ситуациялар болады, прививкадан да болуы мүмкін, немесе кишечный инфекциялар болуы мүмкін. 1-1,5 жылдарда, солардың көзі откат беруі мүмкін, солардың өзі ЗПРРге алып келуі мүмкін. Әртүрлі ситуациялар болады. 1000 түрлі ситуацияларды естіп, көріп, тыңдап, ата-аналармен біз консультацияда әртүрлі ситуацияларды өмірде естіп жатырмыз. Қазір ештеңеге таңғалатын заман емес. Ақыр заман болатын кезде ештеңеге таңғалмайсың деп айтады ғой. Сол сияқты шынымен қазір әйтеуір ЗПР болғанына шүкір дейтін заманға келдік. Енді ащы болса да осындай шындық. Өйткені қазіргі роддомдарға барып қарасаңыздар, патологияның түр-түрі өте көп. Тіпті бір мүшелері де жоқ, мүшелері 2 болуы мүмкін. Тышатын, яғни анустары жоқ болады, әртүрлі, уринолалиялар да көбейіп кетті. Сол үшін бұзылыстың түрлері өте көп болғанға, әйтеуір жүреді, көреді, құлағы естиді, дәм сезеді, тамақ ішеді, тышады дегеніне мәз болып жүрміз. Осы жерден бір комментарий ашып жіберейін, егер бәрі түсінікті болып жатса, деп жауап берейік. Бәрі түсінікті болып жатыр ма, қыздар? Нормально болып жатыр ма? Енді кішкене ащы болса да шындықты айттым. Ата-аналар, ЗПР бар ата-аналар, сол үшін шүкірлік айтып, егер осындай дейді, соған қарағанда түсінікті дейді, тамаша. Ал все, онда мен қайтадан, өткені қазір ойымды бөліп тастайды, мен комментарийді өшірдім. Қыздар, енді ЗПРР тұр. Баламыз ЗПРР. Енді не істейміз? Ол явны 1 жылдың көлемінде, жарты жылдың көлемінде, 3 айдың көлемінде, 1 курс, 2 курспен бітетін тірлік емес. Сол үшін запасаемся терпением, моральдық тұрғыда, материалдық тұрғыда және барлық ынта жігеріміздің бәрін осы жұмысқа арнаймыз. Балада ЗПРР тұр. Ол ЗПРР интегративті түрде жұмыс жасаған кезде ғана жақсы нәтижеге жетеміз. ЗПРР ертең 3,5-4 жасқа келген кезде ЗПР бөлек кетеді. Яғни ол итак басында қостым ғой екеуіне, ЗПР мен ЗРР екеуін қостым да, екеуінен бір диагнозды шығардық қой. Енді 3,5-4-ке таман ол ертең қайтадан бөлінеді. Яғни баланың психикалық дамуы бір бөлек, және сөйлеу дамуы бір бөлек болып, яғни 2 диагноз бөлек жүретін болады. Бөлек емес, бірге жүретін болады. Яғни ЗПР болады және ОНР болады. Ол екеуі. Енді
орысша айтты, орысша терминдер қосты деп, осы жерде Аллах разылығы үшін мен біліммен бөлісіп жатырмын. Соған байланысты сіздер әсіресе шәкірт позициясын қосып, ешқандай критика айтпай, ойыңызда неге орысша қойып кетті, неге былай деген сөз айтпай, нақты мен просто өзім ойымды осылай жеткізгім келеді. Яғни сол үшін менде онер ғана қойды десе, 6-7 жаста таза онер деген болмайды. Даже 5,5-6-да таза онер деген болмайды. Ол міндетті түрде қасында хотя бы легкой степени ЗПР тұрады. Енді 3,5-4-ке таман ол бөлінеді. ЗПР бөлек тұрады, және общий недоразвитие речи ол бөлек тұрады. Ол онер сол баланың тілдік мүкісі бірінші степен ба, екінші ма, үшінші, төртінші уровень екені өзі білініп тұрады. Ал ЗПР тұрады. Бірақ шынымен жетіп алуға мүмкіндік бар. Шынымен норма балаларға жетіп алуға мүмкіндік бар, жоқ емес. Өйткені Аллах сынақты берген кезде, немесе ауруды берген кезде, оның шешімімен бірге береді. Немесе осы ЗПР тұр, осыны бір сынағым деп есептейік, менің осындай сынағым бар, осындай сынақ бергеніне Құдайға шүкір деп, ары қарай сонымен жұмыстанайық, күпіршілік айтпай, шүкіршілік айтып қана жұмыс жасанайық. Бұл бір. Егер ДЦП болып жатса, азаннан кешке оны көтеріп, беліңіз ауырып, коляскадан коляскаға пандус іздеп, әркіммен шынымен қиыншылығы көп болса, не істер едіңіз? Немесе ЗПР-дің қасында плюс черты бар, аутистік белгілер бар, немесе одан, мен бүгін тек ЗПР туралы айтып тұрғаннан кейін басқа нәрсе айтып тұрған жоқпын, көріп тұрсыздар, немесе таза аутист емес деп тұрғаны дегенне шүкіршілік айтып қана бірінші принять, шынымен, бала, шынымен, енді не істеуім керек деген сондай сөз керек қой. План қандай, действие қандай, бізде не істеуім керек деген жоспар құру керек. Сосын жұмыс всегда жоспарлы ғана болу керек. Түсті анау мынандай айтты, мынау дельфинға барды, ананы барды, мынаған барды деген өте қатте түсінік, шын айтайын, қатте түсінік деген мен үшін ананы естіп алдым. Ата-аналар былай айтты ғой дейтіндер көп қой. Сосын мен көбінесе қазір ата-аналармен қатты олай, мен бұрындар убеждать етіп, жоқ, былай дұрыс қой дейтін едім. Сосын бар, өзіңіз білесіз дейтін, өзіңіз, это ваше, мен айту мен міндетім деп айтатын ғана болдым. Осындай позицияны ұстанатын болдым. Енді қазір бәрі ақылды, қазір бәрі интернеттен қарап алады. Сол үшін бірінші принимаем, одан кейін сынақ ретінде қабылдаймыз оны, және жұмыс жасау жоспарын қараймыз. Шүкіршілік айтып, сосын жұмыс жасау жоспарын қараймыз. Енді ары қарай не істеуіміз керек? Осы кезде 3,5-3-ке дейін келдік, әлі ЗПР-де тұрмыз. Ең бірінші қағида сіздерде, егер ЗПР қойса дегенім ғой, өзінен өзі күшті болып кетеді дегенге сену. Далбаса. Енді далбаса деген мягко сказано, өзінен өзі ЗПР таза болып нормаға келмейді. Осыны мойындайық. Бұл бір. Екіншіден, просто так күтіп, үй жағдайында ғана жұмыс жасану деген тоже аздық етеді. Бірақ үй жағдайында ата-аналар ғана ең басты логопедте, ең басты дефектологта, ең басты психологта ата-ана ғана болады. Сонда ғана сіз апарғанда логопедке, дефектологқа, психологқа апарған кезде олар маман ретінде жұмыс жасайды. Ал сіз үйде ата-ана және сол маман біліп, не туралы қандай тапсырма берді, бүгін не істеді, біз бүгін не істеуіміз керек деген тапсырма алып жұмыс жасаған кезде ғана өте күшті результат шығады. Келістік па? Сол кезде ғана результат шығады. Енді қағида мынау. Ең бастапқы кезде жасалған жұмыс, яғни 2 жас, 1,8, 3-ке дейінгі жасалған жұмыс до 3 лет.
3-ке дейінгі жасалған жұмыс өте күшті эффект береді. Прям тезірек результат шығады. 2-3 курспен ақ күшті эффект шығып кетеді. Ал енді 4-5 жасқа келген кезде, особенно 4-5 жасқа келген кезде ол өте жай жүреді. Как будто үлкен теңізге сіз әдемілеп жайлап жұмысыңыз қасықпен су құйып атқан сияқты боласыз. Яғни баланың миына кіріп тұрған 5 теңіз бар ғой. Үлкен теңізге 5 өзен бар ғой, кіріп тұрған, сол әрбір өзеннен аз-аздан ғана бір тамшыдан ғана келіп тұрған болып саналады. Ал 3 жасқа дейін кәдімгідей арық болып кіреді информация. Яғни сенсорлық жұмыстар жасалады, сенсомоторлық жұмыстар жасалады, нейропсихология жұмыс жасалады, интегративқа кіретін АФК жұмыс жасалады, логопед жұмыс жасалады, логомассаж жасалынады, рефлексотерапия жасалуы мүмкін, немесе әртүрлі стимуляция жасалуы мүмкін. Медикаментоздық дәрілер, уколдар болуы мүмкін. Осылардың бәрі қосылған кезде ата-ананың махаббаты, қабылдау, осының бәрі қосылған кезде, міне 10 түрлі айттым. Осының бәрі қосылған кезде ғана 3-ке дейін прям моментальный эффект жақсы, прям моментальный дегенде бір кезде емес қой, енді 1-2 курспен өте жақсы нәтижеге келеді. Ал 3,5-4-ке келген кезде мен балам барып жүр, 1 ай болды, 2 курс болды, неге аз, неге нандай деп айтатын болсаңыздар, прям аз ғана эффект көреміз. Сол үшін қазіргі күнде мен сіздер бойынша бір сұрақ көрейін, мен комментарий қосайын. ЗПРР бар деді, қазір балаңыз нешеде? Жас бойынша нешеде? Жасы. Осы бойынша бір сұрақтарға жауап беріп кетейік. Қыздар, мен эфирді ұзаққа создырмайын. Барлығы түсінікті болып жатыр деген ойдамын. ЗПРР 2,5 жас остеопат көмектесе ме? Остеопат, егер осы жердегі сұрақта, ЗПРР 2,5 жас өте күшті жас, мамасы ертерек қимылдап 2,5-нан 3-ке дейін сізде 1000-мен 1500-бен жұмыс жасасаңыз 3-ке дейін өте жақсы нәтиже шығара аласыздар. Остеопат, енді остеопат көмектесе алама деген ең күшті сұрақ. Қараңыздар, остеопат мидың қысылып қалған тамырлары болады, миға қарай қан жүгіреді, циркуляция крови дейді. Жүректен шығады, жүрек бүкіл денемізге айдайды ғой қанды, миға да, саусақтарымыздың ұшына да, аяққа да қан айдап жүрген кезде, қан айдаған кезде миға толыққанды қан айналым бару керек. Алайда кейбір тамырлар қысылып тұрады. Сол кезде остеопат өзінің қолдарымен, саусақтарының ұштарымен басып тұрып, жаңағы қан айналымды жақсартады. Сол кезде моментальный эфирді, даже остеопатқа бардық, 1 аптадан кейін сөйлеп кеттік дейтін кездер болады. Неге? Өйткені гипоксия болып тұрды. Мидың іші гипоксия болып, кәдімгідей бала деген СЗВГшный болып тұрды. Бұл, қараңыз, не үшін мен остеопатқа бірінші очередь барсын деп айтамын. Остеопатқа егер СЗВГ болса, прям срочно остеопаттан ғана бастау керек деген менің өзімнің тұжырымым бар. Яғни СЗВГ болса, баланың зейін жетіспеушілігі болса, бір орында тұрақтан баса, үйдің бәрін астан кестен қылып, қонаққа бару мүмкіншілігі жоқ, логопедтің немесе консультацияға барсақ бәрін шаром кәдімгідей полностью атқорағып айналдырып жіберетін болса, бір нәрседен 15 нәрсеге сразу айналып кететін болса, баланың миына кислород дұрыс жетпей жатыр деген сөз. Кислород дұрыс жетпегеннен кейін нейрондар әйтеуір бір движение арқылы, мынандай быстрый движение арқылы өз-өзіне кислород тауып алады. Көрдіңіз бе, бұл сопутствующий жұмыс арқылы
көп қимылдаған кезде өз-өзіне біз мысалға спортпен айналысқан кезде жақсы миымызға кислород келеді, денемізде кәдімгідей қан айналымы жақсарады, баланың жалпы денсаулығы күшті болады. Сол сияқты СЗВГ балаларда бірінші очередь остеопатқа барыр дейтін себебім кәдімгідей сол кездегі қан тамырларды, қысылып тұрған қан тамырларды ашып өте жақсы нәтиже алып келеді. Так, келесі сұрақ. Түсінікті, мүмкін болғанның бәрін жасап жатырмыз дейді. Тамаша. Сақтауға тырысам, мүмкіндік болса, 3,5 жас, 3,5 жас, көріп тұрса 7-де дейді. 2 жас, 2,5 жас ең күшті, 3,5 уже қалып бара жатырмыз. ЗПР, одан кейін 3,5-нан кейін ЗПР деген қойылмайды. Мыңмен жүр деп айтатым, сол 3 жас 5 ай. Сол 3-ке дейін мүмкін болғанның бәрін жасап жатырмыз деген дұрыс. Шынымен енді Аллах ауру берді ма, оның шешу жолдарын және шипасымен бірге береді. Алайда ол шипасын бір нәрседен бермеу мүмкін, әртүрлі нәрсе қосымша интегративті түрде ғана беру мүмкін. Сол үшін бір заттан қайсынан шыққанын білмей қалдым деп айтады. Мысалға бізде простой кемалюкті айтайын, біздегі рахмет айтып, бір жыл бұрын, мысалы 2022-де келдік, қандай аты айта алмайтын, 2 сөз ғана айтады. Қазір Құдайға шүкір өзін айта алады, барлығын жасай алады дейді. Мен айтам да, ол деген тек логопедтің ғана көмегі емес, ол деген бір емшінің, қазір емшіге барып жүр, мысалға Ерболат деген емшіге барып жүр, сосын барып АФК-ға барып, оның ғана емес, барлығының, ананың бірінші очередь ананың өзін оны қабылдағаны, да, признаю, ЗПР бар, кішкене стим бар деген признание, сосын қандай мүмкіншілік бар, мысалға, баланың ішкі вибрациясын көтеру, ем шарамен, Құранмен емдейді, логопедке барады, дефектологқа барады, групповой занятие, индивидуальный занятие, бассейнге барады, сосын басқа да АФК, одан бөлеке групповой ойын терапия, соның барлығының арқасында өте күшті прорыв болып жатқанына міне рахмет деп бір жылдың көлемінде айтып тұр. Алайда уақыт қой бұл жердегі, уже ала 5-6-ға кетіп қалып тұр ғой. Түсініп тұрсыздар ма? Сол сияқты уақыт біздегі ең басты байлық, особенно ЗПР-дегі басты ресурс тек уақыт. Ал 3,5-4-тен кейін айтып тұрмын, болады результат, бірақ жай результат болады. Сол үшін мамаларға чем раньше, тем лучше. Ертең кейін айтқан кезде 4-5-те осылай әкеп тұрған кезде ол ЗПР емес. ЗПР диагнозы кім қояды дейді. Оны невропатолог қана қояды. Оған таза ЗПР болса психиатрға жібермейді. Психиатрға рас белгілері бар, черты бар болса, аутизм болса ғана, ЗПР плюс рас болса ғана психиатрға жібереді. Ал в основном невропатолог өзі қояды. 3,5 жас остеопат апарсам болады ма? Болады, Айхер витамин көмектесе ма? Айхер көмектескен дегенде таза айхербке сеніп отыруға да болмайды. Былайынша өз басым көп айхербтің витаминдеріне 100% мен сенбеймін. Енді это мое личное, менің өзім ғана ойым, сіздердің ойларыңыз емес. Мен өзім көп заттарын алмаймын, 1-2 затын ғана алу мүмкін, көбісін алмаймын. Бірақ таза витаминмен шығарады ЗПР деген, оған да сенбеймін. 5,5 ай ЗПР, он ЗПР, значит, уже общее недоразвитие первый, жаттанды сөзді көп айтады. Орысша, қазақша аралас, моторная алалия дейді. 5,5 жаста ЗПР емес, яғни ЗПР плюс ОНР 1 болады. Егер 5-те ОНР 1 болды ма, анасы, біз көп осы жерде мен түсіндіріп өтейін, қараңыздар. Қанша ата-аналарға, мен консультацияма келген ата-аналардың барлығын айтамын,
примерно адамның өмірі 85 жыл болсын, 85 жыл өмір сүрсін. Әрине 126 өмір сүрсін, 100 жыл өмір сүрсін, бірақ статистикаға сүйенген орта есеппен халық, біздің Қазақстандағы халық 85 жас өмір сүреді, орта есеппен. 90-100 өмір сүрсін әрине, мен оны өмірін қысқартып жатқан жоқпын, бірақ средний статистика бойынша 85 жыл өмір сүреді. Сол 85 жылдың ең фундаменті 5 жасқа дейін ғана қаланады. Психикалық сөйлеу дамуы барлығы 5-ке дейін ғана қаланады. 5-тің үстіне уже 6 жастан кейін, 7 жастан кейін академ навыктар кете бастайды. Яғни оқу, жазу, көру, көп нәрсені үйрену. Сол үшін академ навык келе бастайды. Осыған байланысты, егер мүмкіндік болса, 5-ке дейін жасап тастау керек осының барлығын. 3 жас 9 ай ЗПР емес, ол уже 3 ЗПР болады. Так, көп рахмет, бізге жазды. Остеопат 4 сеанс алу керек деді. Тамаша. Жақсы, остеопат айтыңызшы. Мен остеопаттарды білмейді екенмін. Астанада бар, дұрыс бар. Толық бала сөйлеп кетсе, ЗПР деген құтылып толық сөйлей алмаса, сөйлей алады. Самал сөйлей алады да, ойлай алады да. ЗПР-ді ең бірінші ойлатып үйрету керек. Қабылдатып үйрету керек. Түсінігін қалыптастырып үйрету керек. Содан кейін барып сөйлеу өзіне өзі шығады. Сөйлете алады 100%-на. Бірақ кәдімгідей жұмыстану керек сол үшін. Остеопаттың зияны кері әсері болмайды ма? Көбінесе остеопаттан кері әсер көрген емеспін. Баланың жасы 6-та тез сөйлейді, түсініксіз болып кетеді. Түсініксіз жақсы қабылдауда, жақсы. Баламды ЗПР дизартрия диагноз қойылған 5-5 жас. Бала барлық тапсырманы орындайды, зейіні тұрақты, айтқанды орындайды, реабилитациядан өтті, логопедке барды, 3 жасынан жұмыс жасап жатырмыз дейді. Міне 3 жасынан бастап жұмыс жасап жатыр, қазір зейіні тұрақтанды дейді, айтқанды орындайды, яғни понимание бар, реабилитациядан бірнеше рет, 3 рет өткен дейді, әлде де дизартрический компонент бар. Яғни дизартрический компонент болса, сөйлеу аппаратының иннервациясынан, яғни сөйлеу аппаратынан дұрыс нейрондық байланыстар дұрыс түзілмей тұр, яғни сол үшін тонусы дұрыс емес. Көбінесе енді массажбен алып кетесіз, және сөздік қорды көбейтіп, және медикаментозны подпитка жасаймыз. 2 ай болды, ем бастадық, невропатолог АФК. Ең күштісі АФК. АФК деген қозғалыс терапиясы. Қозғалыс терапиясынан артық ем шара жоқ. Өте күшті. 5-6 жаста уже ЗПР болмаса не болады? Ол кезде уже таза ЗПР болады, плюс қасында ОНР тұрады. Так, енді келесі, өздеріңіз жазылып бара бересіздер. Ал енді келесі, енді осы ЗПР-дің мен комментарды өшіре салайын. ЗПР-дің енді қалай шығарамыз? Ең бірінші комплексті түрде, яғни интегративті түрде. Комплексті деген бұрындары осыдан 4-5 жыл бұрын комплексті түрде, яғни логопед қосылады және невропатолог маман екеуі қосылады да, екеуі бірге алып шығаратын едік. Яғни логопед үй жағдайында кабинетте, өзінің кабинетінде мысалы баланың сөздік қорын көбейтеді, психолог ретінде зейінін дамытады, сөздік қорын көбейтеді, мысалға әртүрлі тақырыптар бойынша бір күн профессия, бір күн ванна, бір күн жыл мезгілдерін үйретіп, солардың барлығын үйретіп, оны баланы алып шығатын еді. Оған медикаментозный подпитка, невропатолог қосылатын еді. Осы кезде бұл комплексті түрде деп айталады. Ал енді қазіргі күнде интегративті түрде жұмыс жасау керек. Интегративті түрде деген қазір біз уже логопедтер, қазіргі жасап жатқан логопедтердің барлығы интегративті педагог болып кеткенбіз. Ол деген не интегративті педагог деген? Біз сабағымыздың барысында АФК элементтерінде жасаймыз, сабағымыздың барысында
сенсомоторлық жұмыстар жасаймыз, және психолог ретінде жұмыс жасаймыз, логопед ретінде жұмыс жасаймыз, логомассаж жасаймыз, яғни массажист ретінде жұмыс жасаймыз, тейп жапсырамыз, тейпирование жасаймыз, логопед ретінде, тілдік дамуды дұрыстаймыз. Көріп тұрсыздар ма, сол бір маман 7-8 маманның қосындысын алып тұр. Сол үшін бұл интегративті педагог. Қазіргі көп логопедтер, енді мен барлығын айтпай қойын, көп логопедтер қазіргі күнде интегративті педагог. Не үшін логопедия? Сол медицина мен педагогиканың ұштасқан тұсы. Бұл өте күшті мамандықтың. Өзім жақсы көргеннен кейін, осы салада 10 жылдан бастап жүргеннен кейін өз саламды әбден вдоль и поперек зерттеп келе жатырмын. Әлі де білмейтінім 99, мен білетінім мынау ғана, бір 9 ғана пайызын ғана білем, 99 пайызын әлі мен білмеймін, әлі дөң-дөңмін. Признаю. Сол үшін бұл салада тоқтап қалуға болмайды. Енді интегративті түрде ем алуды әлде де айтамын, әлде де сұрақтарыңыз болса қоямыз. Бір ата-ананы мен запрос тастап, таза дайын тұрған ата-ана болса запрос тастап, біз прямой эфирға шақырамын. Енді осы лого курсты өзімнің авторлық онлайн мастер-классым бар, ата-аналарға ғана арналған. Ешқандай мамандарға емес, ата-аналарға ғана арналған онлайн мастер-классым бар. Сол мастер-класс 12 сабақтан тұрады. Сол курстың сатылымын ашамын. Енді бұл жерде сіздерді сабаққа шақырып алып, курсын сатты деген болмасын. Алайда бұл итак мен 10-шы юбилейный болғаннан кейін шынымен осындай бонус сабақтар арқылы 3 күн подряд әртүрлі темадағы бонус сабақтар арқылы мен осы курсымды сатпақшымын. Қазір 22-ден 22 кетті. Бірінші 15 минутта төлем жасаған адамдарға ең бірінші өзімнің логопедиялық 300 000 теңге тұратын қарапайым логопедия атты лого курсымна жолдама, тегін жолдама беремін. Сол бірінші 10 төлем жасаған адамдардың ішінен және чатта ертең сабақта белсенділік көрсеткен ата-аналардың ішінен белсенділік көрсетеді, және сол бірінші 10-ға кірген болу керек. Сол кісі, егер сол болса, сол кісіге тегін жолдама беремін. Менің авторлық лого курсым аналарға ғана арналған лого курсым ішінде, яғни ЗРР, ЗПР, ЗПРР, ОНР, дислайлик болатын болса, ата-аналар қатысыңыздар. Неге? Өйткені ең бірінші логопед сіздер. Қандай кез келген маман, кез келген доктор, кез келген врачтың алдына барсаңызда, сіз балаңызды көбірек білесіз. Сіз балаңмен көбірек жүрсіз, көбірек ойнайсыз, көбірек сіз уақыт сонымен өтесіз. Ал доктор андасында ғана көру мүмкін. Түсініңіз ба? Кейбір нәрселерді ұқпай қалу мүмкін, кейбір нәрселерді білмей қалу мүмкін. Сол үшін курсым 30 000 теңге тұрады. Алайда қазір өте күшті, мега жеңілдікпен 12 500 теңгеге берем. Бірінші 22 кеткенде бастадық. Бірінші төлем жасаған қыздарға мен қазір көрсетіп жіберейін. Міне 771 454 20 46 номері бойынша төлем жасап, бірінші 15 минуттағы адамдардың ішінен 3 күн бойы осылай болады. Адамдардың ішінен және чатта белсенділік көрсетіп, баламен жұмыс жасап атқан, мен көрсеткен сабақтарда өздеріне жазып, түртіп және нәтижесін көрсетіп жатқан ата-аналардың ішінен өзіміз таңдап, әрине ол ең керекті, шынымен осы кісіге керекті, шынымен осы кісі дайын болды деген кісіге өзімнің курсыма жолдама берем. Ол курсым менімен бірге бір күн практика өтеді, полный практика.
логомассаж және тейп өтеді, және қарапайым логопедия атты лого курсыма үлкен жеңілдікпен, яғни бесплатно, даже үлкен жеңілдік болайын деп тұр. Сол үшін қатысыңыздар, қыздар. Аналарға арналған онлайн мастер-класс болады. Мамырдың 6-сы, 7-сі, 8-і күндері осы 3 күн подряд 12 сабақтан тұратын, 12 блоктан тұратын, әрбір блок, әрбір нәрсені үйрету, кәдімгідей просто так, артық сусыз. Мен сіздерге жаңа қалай үйреттім, дәл сол сияқты артық сусыз әрбір сабақ по полочкам үйретілген мастер-класс болады. Ешқандай сертификат берілмейді, тек аналарға ғана арналатын сабақ. Сол үшін осы сабаққа тіркелген адамдарға құнды ақпараттар болады, және бір чатта отырамыз. Өте күшті сабақтар болады. Шынымен енді 10-шы рет өткізіп жатырмын. Яғни спрос бар, ата-аналардың нәтижелері көп, өз баласына өзі логопед болып, көп деген нәрсені үйреніп, үй жағдайында көмектесіп, 5-ке дейін, 4-ке дейін, 3,5-ға дейін жасап алатын мүмкіндік болса, почему бы нет. Сол үшін қыздар, қатысып алыңыздар, жақсы нәтиже шығатынына мен кепілдік беремін. 22-ден 22 кеткен кезде бастадық, оған 15 минут қосқанда, сонда 37 кеткен кезде біз осы қарапайым логопедия курсына бір адам, осының ішінде бір адамға береміз дедік. Енді мен бір ата-ананы запрос жіберіңіздер, кім тегін диагностика жасап қатысқысы келеді, осы жерде қатысып диагностиканы өткізсін. Мен запрос жіберіңіздер, ішінен кішкене қосайын. Мына жерге жазып жіберіпті, айхерб витаминдері көмектеспейді деп. Енді көмектеспейді деп однозначно тоже айтуға болмайды, алайда ішіндегі өте жақсы витаминдер бар. Мысалға D3 витаминдері өте көп пайдаланады, сосын лецитинді көп пайдаланады. Лецитин өте күшті, көп назначение беріледі. Лецитинді кәдімгі күнделікті өзімізге де пайдалануға болады, балаларға да пайдалануға болады. Сол үшін бір однозначно айхербтікін жаман деуге болмайды. Алайда не үшін мен айхербке көп сүйенбеңіздер деп айтатын себебім, айхербтен шығарылатын заттардың барлығы Америкадан келеді. Ал Америкада ГМО-дан, яғни синтетикалық заттардан, генно-модифицированный заттардан, генный инженериядан Америка бірінші орында тұр. Егер көп айхербтің заттарын, яғни Америкадан қолданылатын, ішімізге кіргізетін заттарды көп пайдаланған сайын, біз не тұрғыда, яғни клеткалық тұрғыда өзгеріске ұшырай бастаймыз. Ол қазір болмаса да, келесі тұқымда болмаса да, одан кейінгі тұқымда 4 поколенияға дейін өзгертіп кетуі мүмкін. Сол үшін біз осы алдындағы поколениялардамыз. Біз мысалға киви жеген жоқпыз ғой, қазіргі поколенияда біз киви жеп жүрміз. Киви біздің қанымызда, қазақтың қанында киви жоқ. Бананды да қазір жеп жүрміз. Бананның өзі біздің қазағымыздың қанында жоқ нәрсе. Біздің қанымызда, біздің генімізде, біздің өзіміздің түбінде етіміз, қазіргі балалардың бәрі ет жемейді. Олардың балалары қандай болады деп елестете аласыз ба? Қазіргі күндегі мысалға ЗПР балалар тұр. Қазіргі күндегі әртүрлі тонусы өзгерген балалар келеді, дұрыс сөйлей алмайтын балалар келеді. Ақыл есі түзу болғанның өзінде солардың балалары қандай болатынына сіз елестетіп тұрсыз ба? Мен мысалға елестетсем кәдімгідей қорқам, кәдімгідей мен болашағым үшін қорқам. Рас деген не дейді? Рас деген ол аутистік спектрдің бұзылысы, яғни А, С, Б деп айтады, расстройство аутистического спектра. Айхерб мен бердім, дым пайдасы жоқ, жай алудан сияқты дейді.
D3 витаминіңіз болса да, олда әсері бар ма тілдің тежелуіне? Тек D3 ғана бермейсіз қой, тілдің тежелуіне ғана болса. D3 жоқ болса, ол көптеген бұзылыстардың алдын алып келеді. Яғни D3 деген күннен алатын біздің энергиямыз ғой. Ол біздің өзімізде болу керек нәрсе, ол өзіміз болу керек витаминіміз. Алайда күнге шықпағаннан кейін, төрт қабырғада отырғаннан кейін, таза ауа көрмегеннен кейін, дұрыс толыққанды тамақ жемегеннен кейін ол D3-іміз кете бастайды. Онлайн жұмыс жасайсыз ба? Жоқ, жұмыс жасамаймын. Рас туралы бүгін айтылмайды. Остеопатқа бірден жазылып бара береміз бе, әлде оған дейін басқа мамандарға бару керек пе? Бірінші толық разбор диагностикадан өтуіңіз керексіздер. Ал дұрыс айтасыздар, ЗПР-дан кейін УО қойылады ма дейді. Өте күшті сұрақ мынау, Лаура Абуова дейді. Қараңыздар, егер уақытлы ЗПР-ді уақытлы емдемесек, ЗПР-ге ауысады, уже 3-4-5 жасқа таман уже ЗПР плюс ОНР тұрады. Егер одан да өткізіп алсақ, ешқандай ем шара жасалмаған болса, мамандардың кеңесін алып, мамандардың кеңесімен бірге жұмыс жасамасақ, біз ешқашан жақсы нәтижеге жетпейміз. Сол күйінше, сол баяғы бір жартас болып қалып, кейін о болып қалуы мүмкін. Алайда о болмайды. Енді көп жағдайда, өткен ата-аналар бәрібір біліп тұр ғой, бұндай егер жұмыс жасалмаса деген ғой енді. Но сіздер осознанный ата-анасыздар. Осы жердегі отырған, осы эфирға келдіңіз ба, сіз уже жаныңыз ашып, балаңызға жүрегіңіз ауырып, уже сіз іздеп келдіңіз ба, значит, о болмайды деген сөз. Значит, қазірдің өзінде сіз мен талпынамын, жұмыстанамын, тоқтамаймын деген ата-анасыз, значит, оға жібермейміз. О бөлек бар, туыла салысымен олар бар. Алайда ЗПР-мен жұмыстанбасаңыз, осы күйінше қала беретін болса, ешқандай мысалға үлкендердің айтқаны ой өсіп кетеді, бәрі нормально болып кетеді, үйтеді, бүйтеді деп жүре берген болсаңыз, болып кетуі қаупі бар. Алайда ЗПР балалар уақыт өте келе кішкене сабақтарда кешігуі мүмкін, яғни сабақта зейіні төмен болуы мүмкін, есте сақтау қабілеті төмен болуы мүмкін, сабақта отырады, бірақ двоечник, троечник болуы мүмкін, кейін ары қарай өз-өзін дамытып жақсы болып кетсе, әдемі апа-демақ жігіттер болып кетеді. Бірақ енді дым жұмыс жасалмаса деген ғой енді бұл жерде. Бірақ енді сіздер осы эфирде отырған кісілер өте жақсы нәтиже шығарады, бірге шығарамыз деген ниетті болғаннан кейін мен сіздерге сенемін, және Қазақстанның дамып келе жатқан жаңа технологияларына сенемін, ата-аналардың осознанностьына сенемін, яғни кәдімгідей осознанность деген өте күшті нәрсе, осыған сенемін. Егер осознанно тасып, апарып, жасап, үй жұмыстарын жасап, кәдімгідей жұмыстанатын болса, комплексті түрде, интегративті түрде жұмыстанатын болса, өте күшті нәтиже шығарамыз, Алла қаласа. Төртке келеді қызым, әріптерді анық емес, сөздік қор аз, не істесем болады? Әріптер анық болмаса, 4 жасқа дейін, 3-4-ке дейін дыбыстарды дұрыс айтпау ол норма. 4,5-нан кейін 4,5-нан бастап, уже 4-тен кейін дыбыстарды дұрыс айтқызып үйрету керек. 4-ке дейін, 3,5-4-ке дейін дыбыстарды айтпау ол жақсы, нормально. Юдим хелп дейді, емдейме қаншалықты сенімді. Олардың барлығы доказательств етілмеген. Енді өздеріңіз білесіздер, әрбір ата-ананың құзырында не берем десе де ол бат. Мен айтам батты, кәдімгідей бат ретінде айтам, қараңыздар. БАДы ол биологическая активная добавка к пище. Егер сіздің тамағыңыз,
көмірсулар, углеводтар барлығы түгел болатын болса, дұрыс тамақ беріп жүрген болсаң, азынан кешке печенье, кәмпит, сок бірдеңкелер беріп жүріп үстіне йод немесе беретін болсаңыз, ол бадыңыз далбаса болады. Ал егер тамағы дұрыс, ет жейтін болса, көкөністер жейтін болса, басқа да кәдімгі дұрыс тамақтарды жеп жүріп үстіне бат жейтін болса, бат ішетін болса, биологически активная добавка к пище деп тұр ғой. Пища деген сол төртті кәдімгідей толыққанды тамақ деген сөз. Толыққанды тамақтың үстіне бат қоссаңыз, ол жұмыс жасайды. Ал если баланың тамағы толыққанды болмаса, однообразный ғана тамақ жейтін болса, ет жемейтін болса, алма жемейтін болса, сәбізді қыртылдатпайтын болса, капуста жемейтін болса, бәрін түкіріп тастайтын болса, тек бір айран ғана, биос қана ішетін болса, ешқандай сіздің бадыңыз әсер етпейді. Сізге бару үшін невропатологтың қорытындысы болу керек пе? Жоқ, маған ондай керек емес. Микрополяризация В4 мен микрополяризация да өте күшті көмектеседі. Бұлар стимуляцияға жатады. Интегративті комплексті жұмысқа осы стимуляциялар жатады. Мидың ішіндегі нейрондарды стимуляция жасайды. Томатис көмек бере ме? Томатис әрине көмек береді. Ол да интегративті подходта бұл мидың ішіндегі байланыстарды, есте сақтау қабілеті дұрыстауға және баланың зейінін қалыптастыруға өте күшті әсер ететін стимуляциялық аппарат. БАК, микрополяризация, В4, ТМС, томатис, осылардың барлығы стимуляцияға жатады. Аботерапия тегін қай жерде бар? Мүмкін асыл мираста бар шығар. Егіздер дейді 3 жас 9 ай, біреуі сөйлейді, екіншісінде ЗПРР дейді. Енді егіздердің біреуіне сол кезде, іште жатқан кезде кислородное голодание болған шығар, сол кезде гипоксия болған шығар, сол гипоксия мына екіншісіне ЗПР белгілерін шығарып тұр. Енді тезірек жұмыстан басаңыз 3 жас 9 ай уже кішкене шетіне кеп қапсыз, результат жай болуы мүмкін. Тұтықпа туралы бүгін айтылмайды. Тұтықпа ол бөлек. Жас логопед маманмын, қатыссаңыз болады. Әрине қатыссаңыз болады. Егер ертерек, қазір уже последний минут қалды, қатысып жақсы белсенділік татысаңыз, менің үлкен курсыма жеңілдік, 100% жеңілдік болады. Сол үшін қазір қатысыңыздар. Менің осы ОМК-ма қаншама қыздарым, ең бірінші өтірік айтпайын, Арыс қаласындағы Майра ханым бар, Сакина ханым бар, көбісі осылай ОМК-дан барып қатысып, оказывается, өз баламызға да осылай жасай алады екенбіз ғой деп, аналар өздері осы логопедияға қызығушылық танысып, өз балаларына нәтиже жасап, сосын ары қарай логопед болып кеткен қаншама менің шәкірттерім бар. Сол үшін мен өзім уже немере шәкірт тәрбиелеп отқан ментормын деп айта аламын. Неге? Өйткені менің шәкірттерімнің өзі уже қазір шәкірт тәрбиелеп жатыр. Түсінтірсіздер ме? Қараңыздар, мен логопед ретінде шәкірт тәрбиеледім ғой. Сол логопедтер, мен тәрбиелеген логопед шәкірттер уже оларда шәкірт тәрбиелеп жатыр. Сонда уже мен олардың жасаған нәтижелеріне мен үміттімін. Алла қаласа, сауаптан үміттімін. Чекті Гаухар ханымға жібереміз. Гаухар ханымның номерін жазып қоямыз. Қазір мен сәлденген чекті. Так. Гаухардың номері қандай еді? Қатысыңыздар. 12.500 теңге қайда қалмай жатыр қыздар. Мынандай сабақ. 12.500 теңге бір кафеге барсаңыз да сол 12.500 теңгеңіз кетеді ғой. Мына жерде бүкіл балаңыздың тілі, балаңыздың өмірі, балаңыздың болашағы, тілден қалды ма бала сөйлеуден, ойлаудан қалды ма, көп нәрсеге минус қой. Кәдімгідей таза уайым ғой, өзіңіз біліп тұрсыз, бірақ уайымға салмай, жақсы нәтиже шығаратындай болуымыз керек біз.
Мен қазір жерге жазып қояйын. Өздеріңізге жазып қойыңыздар. 8705 809 5565 Гаухар көмекшімнің номері. Жерге жаза алмай жатқанмын. Жарайды. Жібере беріңіздер. Қазір мен Гаухар көмекшімді шақырамын көмекке. Ал енді бірінші 10 минут өтіп кетті. 10 минуттың шанстары бөлектігін. Енді екінші шанс, екінші менің бонусым, ол бір атанаға, ішіндегі бір атананы шақырып алып кабинетке, немесе онлайн түрде от-үйді полностью разбор және толық диагностика өткізем. Бұл осы қазір ровно 10 минуттың көлемінде оплата жасағандардың ішінен теріп аламыз. Минуттарыңызды өздеріңіз білесіздер, неше минутта жасағандарыңыз. Қазір 40 кетті, 40-тан 22-40 кетті, 22-40-тан 22-50-ге дейінгі 10 минутта оплата жасағандарға мен өзім полный разбор жасаймын. Қазір кім запрос жібереді? Сол 5 қыз запрос жіберіпті. Қайсыңызды қабылдайын? Осы жерге жазып жіберіңіздер. Қатысыңыздар, кім қатысқысы келеді? Любой атана қатыссаңыздар болады. Қатысып, мамандар қатысса да болады, атаналар қатысса да болады. Бұл сабаққа өте пайдалы, айтып тұрмын ғой. Менің 10 жылдық стажымның сығындысы. О жерде көресіздер, менің кәдімгідей өзімізше басталған ниетім, сабағым, барлығы дайын сабақтар, сіздерді ешқандай лишний раз басқа жерден тағы ойланып ізденіп жүретіндей емес. Сол үшін полностью сабақ болады. Аналарға арналған курспен 12-1500 теңге курс бір ма? Екеу бір ғой. Қазіргі осы сатылымдар аналарға ғана арналған онлайн мастер-классым осы 12-1500 теңге. Жеңілдікпен қазір ғана шын бағасы 30.000 теңге. Осы эфирде ғана сатылым жүріп жатыр. Одан кейін эфир біткеннен кейін 30.000 теңге болады. Эфир біткеннен кейін ақша салатын болсаңыздар 30.000 теңге болады. Сол үшін қазір эфир бітпегенше сіздер оплата жасап қойыңыздар. Енді мен қазір кез келген атананы, мына жердегі кез келген атананы мен шақырамын. Бисмилля, қайсын шақырсам? Алтынбекова Ро. Маған шығыңыз. Алтынбекова Ро деген қыз, маған шығыңыз, мен қабылдаймын. Маған запрос тастаңыз. Давайте. ОМК деген онлайн мастер-класс. Садикке берді, көмектесеме дейді. Садик әрине көмектеседі. Садик деген ол общество. Общество балалар болады. Балалармен бірге сол біз мына деңгейде сөйлесіп отырсақ, бала мына деңгейде сөйлейді. Сол жан-жағындағы өздерімен бірге сөйлесетіндердің арасында тез қабылдайды. Орысша болса орысшаны қабылдайды, қазақша болса қазақшаны. Бізден көрі өзімен теңдей балаларды тез қабылдайды. Сол үшін мамандарға қатысуға болады. Ертеңде эфир жасайды, ертең уже басқа тақырып болады. ЗПРге томографияға түсіру керек пе, әлде ЭГ қорытындысына көріне ме? ЭГ-нің қорытындысынан көріне береді, алайда бұны нақты невропатологтан сұраймыз. Көбінесе бір невропатологпен көп таза, жақсы невропатолог, жаны ашып, полностью разбор жасайтын невропатолог болса, бір ЭГ-мен көруге болады. Компьютерный томографияда егер шынымен басқа да ауытқушылықтар болса, басқа да ауытқушылықтан бөлек болса, әрине томографияға туысқа бөлек жібереді. Ал енді маған ешкім запрос тастамады. Запрос тастасаңыздар болады. Запростарыңызды қабылдауға мен дайынмын. Запростарыңызды қабылдауға мен дайынмын.
3 жастан асты дұрыс сөйлей алмайды. Не істеуге болады? Дұрыс сөйлей алмайды деген ол бізге ешқандай сұрақ емес. Сол үшін. Тамаша. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Қалай жағдайыңыз? Шүкір, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Аты-жөніңіз? Есімім Светлана болады, Астана қаласынан. Тамаша. Менің басты мәселем негізі 2 балам. Ортаншы балам биыл 8-ге келеді. Бірінші сыныпта оқимыз. Әлі 7 жаста. Сөйлеуі өте анық емес. Біраз сабақта қатты қысылады, өте қатты тұйық, сабақта ешкіммен араласпайды. Одан кейінгі қызым бар, биыл 4 жасқа келеді. Ол да сөйлемейді, бірақ барлығын түсінеді. 4 жасқа келді, сөйлемейді, бірақ барлығын түсінеді. Барлығын түсінеді, иә. Әкел дегенді әкеледі, қой дегенді қояды. Бірақ андай енді ғана сөйлеп келе жатыр. Ананас, банан дегенді ғана айта алады. Мама, папа деп айтады. Басқа ондай бір әңгіме айту, ондай бір сөздік қоры жоқ мүлдем. Апарған шығарсыз, иә? Сіз сол жаңағы 7 жастағы бала туралы айтайын деп тұрсыз ба, или 4 жастағы бала туралы айтайын деп тұрсыз ба? 7 жастағы балам туралы айтайын деп тұрмын. 4 жастағымды да енді сізге сол бару жоспарлап жүрген едім. Осы сізді мен бір айдың көлемінде ғана таныдым. Сізге бару үшін невропатологқа бару керек деді. Сол невропатологтың тексерісіне бармақшы болып жатырмыз. Сосын барып сізге жолықпақшы. Невропатолог сізді қабылдай береміз біз. Сол ЭЭГ-ға түстік. 2 баланың ЭЭГ-сі дайын. Енді сол невропатологқа апарып, кейін сізге барсақ па деп. Солай естідім да, мен содан кейін сізге жете алмай жүрміз әлі. Алла қаласа, иә, жол түссе келесіздер. 7 жастағы баланы қараңыздар, ол жерде ЗПР болмауы да мүмкін. Сіз осы тұйық деген бала, егер тұйық болса, ол ЗПР деген сөз емес. 7 жаста ЗПР деген бүгінгі тақырыпты көрдіңіз ғой, сіз тақырып басында тыңдадыңыз ба? Иә, көрдім. Иә, тақырыпта ЗПР туралы болды. 7 жаста егер таза ЗПР болса, ол ЗПР плюс общее недоразвитие болуы мүмкін. Алайда 7 жаста бала тұйық болғаны ол мүмкін характерден болуы мүмкін, иә. Ал мүмкін семьяда сондай кісі болады, иә. Мысалға, молчуны деп айтады, мысалға, көп сөйлемейтіндердің отбасы болуы мүмкін. Лишний раз артық әңгіме айтпайтын, сондай болуы мүмкін. Мүмкін адамның темпераменті деген болады, иә, 4 түрлі темперамент болады. Оған да қарау керек баланың. Сол сияқты осының барлығын ұштастырып, нақты зерттеулерден өткізіп барып, шынымен не екенін көріп барып қана айтуға болады. Сол үшін нақты оны ЗПР деп айта алмаймыз. Бірақ бала негізінде сөздік қоры жоқ. Анау сабақты жақсы оқиды, математикасы өте жақсы. Бірақ ана тілі де мысалға үй тапсырмасын берген кезінде, мысалға әңгімелеу керек болатын болса, жаттау керек болатын болса, өте төмен. Ана тілде мүлдем әңгімелеп айта алмайды, сөздік қоры мүлдем жоқ. Вот оно что. Бірақ түсінеді. Түсінгендей болады мысалы. Иә, математикадан жақсы деп тұрсыз, яғни логикалық. Математика ол логикаға өте жақын, иә. Логикалық жағы жақсы, бірақ есте сақтау төмен болып тұр, значит. Есте сақтау төмен болған кезде де оны ЗПР-ға қоймаймыз, бірақ таза барлығы жақсы болады да, бірақ есте сақтау қабілетін бөлек жақсы дамытуға болады. Қазір жақсы стимуляцияны да жасауға болады есте сақтауға, немесе кәдімгі ноотроптық дәрілер бар есте сақтауға арналған. Сол сияқты. Таза именно сол направлениеге мүмкін апару керек шығар. Сосын секциялар бар ғой, балалармен бірге секциялар. Ұжымдық секциялар ше, сондайларға бір жіберіп, баланы ашу керек. Сосын одан кейін тағы да бір нәрсе, жаңа ет жемеу мәселесіне байланысты менің балаларым мүлдем ет жемейді, ешқайсысы да. Мүлдем жемейді. Сол сіз айтқандай тек кефир ішкен жақсы көреді. Осы именно 2 бала. Етті сіздер кішкентай кезінде жеді да, кейін қойып кеткен бөлек, иә? Ал кейін мүлдем жемеген, мүлдем тула салысымен жемеген тоже бөлек. Үлкен жаңағы 7 жастағы балам бас кезінде жеді, 3 жасқа дейін. 3 жастан кейін мүлдем жемеді. Қызым мүлдем жемейді.
мысалға ұлыма мысалға манты арқылы етті жегізе аламын, андай фаршты ғана жей алады, ал қызым вообще фаршты да жемейді, отказ береді сразу. Сіз өзіңіз анемичныйсыз ба? Жоқ. Анемияңыз жоқ па? Менің өзімде анемиям жоқ, бірақ жолдасымның жағынан туылғаны анемия бар, андай хронический анемия бар. Былайынша етті, сол анемичный балалар етті жақтырмайтын білесіз ғой, иә? Иә. Иә, оны енді нутрициологпен тазалап, кәдімгідей анемия жақсы көмектессеңіздер, етті жей бастайды шығар. Мүмкін анандай кішкентай басында мен бір эфирлерімді көрдіңіз ба ютубтан ше, қалай балаға тамақ береміз дегенде, дұрыс жемейтін, дұрыс тамақ жемейтін балаға қалай тамақты жегіздіреміз деген эфирді көрген болсаңыз, ол өте күшті. Қалай бала қарны ашып келген кезде, датабу қарны ашып келген кезде не бересің, соны жеп қоятын кездер болады. Түсіндіңіз ба? Болады. Сондай көрсе болады да. А біз деген дастарханда түсте де, обедте де, кеште де әр нәрсе тұрады, әр нәрсе перекус жасап кетеді, сосын қарны ашып үлгермейді, ол қайтадан келеді, сосын орта көзге көрініп тұрған айран, алма бірден келеді, жеп қояды, қарнын аштыруға мүмкіндік бермей қоямыз, ол да болады да. Ал ет жемегеннен кейін біздің қанымызда, біздің өзіміздің генетикамызда ет арқылы сол белоктың бәрі, кәдімгі осы толыққанды тамағымыз етпен беріледі, иә, сол қанның полностью анемия болмас үшін, миға кислород жақсы жүру үшін етпен ғана беріледі, иә. Өзіміз кәдімгі қазақтар қасқырмен қазақ қана ет жейді дейді сол. Енді өзіміз генімізде сол жақсы болып тұрса, давайте хотя бы содан бастайық, или нутрициологтан бастаңыз жұмысты. Жақсы. Сізге любой уақытта невропатологтың қарауынсыз ақ қарала бере аламыз ғой? Иә, әрине. Жақсы. Алла разы болсын, рахмет. Жұмысыңыздың берекесін көріңіз. Эфирға қабылдағаныңызға көптен рахмет. Рахмет. Светлана дегенге орыс шығар деп баспай жатса. Өзіміздің қазақ. Тамаша. А так бізді шетелдерден де, тіпті Япониядан да, Турциядан да, Монголиядан да қарайды ата-аналар, сол үшін барлығына рахмет. Енді рахмет. Бірге Алла қаласа шынымен кәдімгі офлайн келуге мүмкіндік болсын, бірге отой-доразба жасап, бір емес екі балаңызды бірге алып келіңіздер. Жаңа курс жайлы сұрап жатқан мен едім, мен түсінбей қалды, телефон қатып қалды. Курс қалай, екі түрлі курс па, әлде аналарға арналған курс па, сол жағын сұрап жатқан мен едім. Мамандар туралы айтып жатқан жоқпын, тек аналарға арналған курс. Өздеріңіз қатысып, өздеріңіз осы білімді алып, өздеріңіз жұмыстануға. Енді апармаңыз, логопедке апармаңыз деген емес, апарыңыз. Бірақ логопедтің істеп отқанын сіз білуіңіз міндеттісіз. Көп жұмысты сіз жұмыс жасаңыз керек. Логопедте көмекші, мұғалім көмекші, интегративный педагог болу керек. Сізбен міндетті түрде жақын арада кездесеміз деген үміттемін, иншалла барам міндетті түрде алғашқы мүмкіндікте. Танысқанға қуаныштымын. Прямой эфирға қабылдағаныңызға көптен көп рахмет. Жұмысыңыздың берекесін көріңіз. Аумин, рахмет. Жақсы. Оны қалай өшіреді енді? Осыны өшіруді білмейміз дейсіз ғой. Ал, қалай болды эфир? Светлана деген ханым шығып, бірге көрсетті, ет жемейді деген. Сорпа ішсе де, еттің сорпасын ішсе де, оған да рахмет айтамыз. Бірақ ет жемеу деген қазір проблема. Екінің бірінде сондай проблема жоюға болады, қыздар. Ютубта, немесе мен Инстаграм парақшамда бір қалай балаға дұрыс тамақтандырамыз деген, баланы қалай тамақтандырамыз, тамағын қалай тауысқызамыз, тауыспаса да, хотя бы қалай жегіздіреміз. Осындай эфир бар. Соны қарап шықсаңыз болды. Енді ол астына қарай түсіп кетсе, YouTube каналымда кәдімгідей іздеп тауып алсаңыз болады. 7 жаста сөйлеу тілі толық дамымаған дейді. 7 жас деген 7 жаста ең максимум дыбыстар ғана болу керек. Итог дыбыстың өзі болмау керек. Мектепке барарға дейін бүкіл дыбысты да орнына қойып қою керек қой. Бізде мектептің ортасында алып келеміз ғой қазақтар. Кәдімгідей, иә. Бізде ең үлкен бала, который ең тез қойған бала, 17 жасында Р мен Л болатын. Ал Р мен Л-ны ең үлкен апай
58 жасында келді маған. 58 дегенде, көріп тұрсыз, мен ол кезде 40 жаста тұғым. 40 жастағы мен 58-дегі апайды қабылдап, оған үйретіп бердім. Алайда біз автоматтандыра алмадық. Сол ал 17 жасар бала өзі аты Рахметолла болды. Көріп тұрсыз, ішінде Р да жоқ, Л да жоқ. Өзінің атында Р да бар, Л да бар. И өзінің атын 17 жасқа дейін, яғни ладно, 2-3 жасына бастап сөйлеген болса, 15 жыл бойы өз атын дұрыс айтып келмеген. Сол бала өте күшті нәтиже жасау арқылы 1,5-2,5 айдың ішінде Р да Л да қойылды. Алайда прям күндіз түні жүріп, кітап оқыса да, газетпен, телефон, автобуста да жүрсе де, қай жерде де сол дәптер қағазымды алып алады да, қайталай береді, сол Р мен Л қойып бердік. 7 жаста максимум дұрыс қана болу керек. Картаны қазір қайтадан қояйын. Міне, соңғы минуттар. Енді үшінші сыйлығым, үшінші бонусым. Қазір, мысалға, 55 кеткеннен 0,5 кеткенге шейін ровно 10 минуттың көлемінде қатысқандарға және белсенді болған ата-аналарға менің сортер ойыншығымды беремін. Қазір сортер ойыншығын ашайын. Бұл менде сабағымда да пайдаланам. Кіреберісте ата-аналарға балаларына ойнасын деп қойып қоятын сортер ойыншығым. Осыны мен сіздерге сыйлыққа беремін. Әрине, кәдімгідей ешқандай подарксіз де қатысуға болады, ата-аналар. Бірақ енді приятный, полезный болу үшін сіздерге осындай бір сыйлығымды ұсынып тұрмын. Үшінші, осы 22-55 кеткеннен 23-05-ке дейінгі тіркелген адамдардың барлығына осы сортер ойыншықты, кәдімгідей көріп тұрсыздар, бұл осыны шығару үшін мысалға ойлану керек, осыған салайын ба, мынаған салайын ба деген сияқты кәдімгідей өте күшті сортер ойыншық. Осыны сіздерге мен подаркеге беремін. Сабақтар қалай болып жатыр? Барлығы түсінікті болып жатыр ма? Қабылдайсыз ба дейді. Қазір сабақ біткеннен кейін 22-10 кеткеннен бастап сабақтың бағасы 30 000 болады. Содан кейін маған мынандайға беріңізші деп айтпаймыз. Или ертеңгі эфирді күтеміз. Ертеңгі эфирді осылай соңында эфирді аштым деп осылай күттірмегенше, осы 10 минуттың көлемінде продажа ашылған кезде төлем жасап үлгіріп қалыңыздар. Егер толық үлгірмесеңіздер, хотя бы бұрын жасап қойыңыздар. Сұрақтарыңыз бойынша тағы 1-2 сұрақты жауап берейін. Жоқ, запростарды енді қабылдамайын. Бір ата-анаға болды. Бір ата-анаға разбор жасаймыз. Ол ата-ана ертең Алла қаласа келіп. Қазір 11:00-ден кейін, 11:10-нан кейін, 11-ден 10 кеткеннен кейін 30 000 теңге болады. Сол үшін қазір үйреніп алыңыздар. Жалпы бала еркелігі де әсер ете ме дейді. Баланың еркелігі әсер етеді. Әсіресе ЗПР балалардың еркелігі. Басында осы көп ата-аналардың шамына тиюі мүмкін. Қараңыздар, ол баланы ойнау, жата қалып жылайды, алып бер десең айтпайды, қайтала десең бір рет қайталау мүмкін, екіншісінде қайталамайды, мүлдем аузын жабады, немесе сіздің аузыңызды жабады. Осы болуы мүмкін, иә. Бірте-бірте бұл енді ЗПР екен білді. ЗПР екен білгеннен кейін уже диагнозы бар болғаннан кейін оған аяушылық сезім бола бастайды. Аяушылық сезім болғаннан кейін оған ұрыспайды, ұрмайды, білесіздер, иә. Лишний раз нервничать етпесін, жыламасын дейді да, оны одан сайын еркелете бастайды. Ата, әжесі бәрі бүкіл внимание соған бола бастайды да, бала одан сайын шелектеніп еркелей бастайды. Сол кезде ЗПР плюс еркелік болады. Міне сол кезде проблема басталып кетеді. Сол үшін, егер ЗПР дедім ба, мен басында айттым ғой, кәдімгідей қабылдап, бұл кәдімгі жұмыс деп қабылдаңыз.
бұны бір сынақ деп қабылдаңыз, бұны бір кәдімгі алла қойған план, жоспар деп қабылдаңыз. Сол үшін ешқандай оны еркелікті көп қоспаймыз. Ал ЗПР плюс еркелік болған кезде біз ол еркелігі қосылған ЗПРді шығару өте қиын болып кетеді. Жалпы орыстардың балалары жоқтың қасы бәрі сөйлейді дейді. Орыстарда звукоподражание көп, тез кішкентай кезінен бастап көбейтеді ғой. А бізде ондай жоқ. Бізде шынымен келіп жүрген балалардың 90, енді мен шыңдалда қазақша жазам. Аты қазақша, кіреберісінен бастап бәрі қазақша жазам. Маған келген орысша жазып берген аталар қазақша жазам. Енді прям әдейі. Сол үшін қазақтар 99.9% қазақтар келетініне мен сенемін, және қазақша сабақтарға. Сол үшін қазақ логопедтер көбірек тем орыс логопедіне қарағанда. Орыстарда звукоподражаниемен көп айналысады, көп баланы аймаласады. Сол үшін бұзылыстар аз болады. Қыздар, продажаны жабуына соңғы 7 минут қалды. Сол үшін 9 минут қалды айтпақшы, иә. Сол үшін осыдан кейін продажаны жабамыз. Мен мына жердегі мына картаның нөмірін алып тастаймын. Ертерек жазылып алыңыздар. Тағы келесі сұрақтардың бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ қалай болды? Сізге апарып ЭКГ түстік судырғы беу қаупі бар деді, укол болмайды деді. ЭКГ емес ЭГ түседі, судырғы болу қаупі бар, укол болмайды десе, яғни сіздерде тек коррекциялық сабақтар болады. Және ол қаупі бар дегенде қай жағынан қара деп қарайды. Укол болмау мүмкін. Тек уколға ғана қарамаймыз ғой біз деген. Бір уколмен, бір логопедпен ғана тұрмаймыз. Бұл жерде стимуляцияның басқа да түрлері бар. Мүмкін АФК-ға кейде без назначения болады. Кейде АФК-ға назначение міндетті түрде болады. Үй жағдайында қозғалыс терапиясын, сіз үй жағдайында жеңіл желпі қозғалыс терапиясын жасауыңыз керек болады. Сол үшін міндетті түрде қозғалыс терапиясы сабақ сіздің үйде де кешегі жаңа Медина деген кішкентай қыздың анасы бір бөлмесін полностью алып тастады. Үйіндегі залды АФК кабинет қылып жасап қойды. Маған видеосын суреттерін жібереді. Кәдімгідей көп деген инвентарларды алып үй жағдайында кәдімгі Икеадағы қол жуанға мінетін, соған шейін қойған, немесе үйдегі тазикті төңкеріп қойып, соның үстіне мінетін қылған, сөйтіп баспалдақ жастаған, жастық қойған, дөңгелек үйдегі обручтарды қойған, оқтауды қойған, барлық бүкіл залды, инвентарды толтырып, АФК залып шығарып қойған. Міне содан кейін результат, міне бала сөйлем құрады дегеннен көріп тұрсыздар, 2-3 айдың көлемінде прорыв болып жатқанына кәдімгідей рахмет айтпағанда қалай болады? Балам 4 жаста ЗПР деді, эхо бар ма деді. Эхолалия туралы ертең айтылады. Ертең толық эхолалия туралы айтып беремін. Эхо бар дейді. Сіз бар дейді емес, сіз өзіңізде біліп жүрген шығарсыз эхо бар екенін. Бұл курста тұтықпа туралы айтылмайды. Тұтықпа туралы өзімнің бөлек курсым бар. Аналарға, мамандарға және өзі тұтығатын үлкен ересектерге арналған үлкен, өте керемет, прям күшті курсым бар. Осы курста ол прям бомба курсым. Ол да менің сабақтарым барлығын өзім ниеттеніп, кәдімгі жақсы қолдан келгенше ең қарапайым түрде түсіндіріп, үйретіп беретін сабақтарым барлығы да. Сол үшін қолдан келгенше базасын алып алсаңыз, базасын берем. Базасын алып алсаң, қалған нәрсені көргеніңіз, естігеніңіз бәрі соның үстіне қойыла береді. Су ішіп алайын, шүкір Алла. Сол үшін, кейде укол болмаса таблеткалар береді. Заказ беріп алып жатырмын, ойыншық моторика дамытуға дейді. Енді ойыншықтар бойынша, қараңыздар, үйде қазір Құдайға шүкір
қазақтың әрбір үйінде қап ойыншық бар. Прям қаптап қарасаңыз ойыншық бар. Соған лайфхак айтсам болады бүгін. Сол ойыншықтарды сорттаңыз да үшке бөліп тастаңыз. Полностью үшке бөліп тастаңыз. Бір бөлігін қалдырыңыз. Екі бөлігін екі қапқа салып балконға тығып тастаңыз. Мүлдем көрмейді, естімейтінге. Сосын бір-екі айдан кейін бірінші бүкіл бірде бір ойыншықты қалдырмай бәрін жинап тастаймыз да, екінші қапты әкеліп шығарамыз да, ана қапты шығарып тастаймыз. Бір ай, екі ай ойнағаннан кейін ана ойыншықтарды сағынып қалған, новый сияқты ойнап жүреді да, и кейін уже үшінші қапты шығарасыз да, мынаны полностью жинап тастайсыз. Бұрындары мен үлкен баламмен осылай жасайтын тұғым. Қазір мен үлкен балам кәдімгі үлкен студент. СДУ-да, құдайға шүкір, грантқа түсті. СДУ деген Сүлеймен Демирел атындағы университетте грантқа түсті. Кішкентай кезінен бастап мен дамыттым. Сол кезде орта ковриктарды, сол кезде мен балам плоскостопия дегенде мен кәдімгідей ізденіп, үлкен дорожкаға баклажканың шет-шеттерін, көшеден бүкіл баклажка теріп аламын да, баклажканың екі шетіне тисемін да, шегемен тисемін да, тігем. Түйме қылып, өзде ыстық клей деген жоқ қой, 19 жыл бұрын, ыстық клей деген жоқ, солар тисемді дорожкаға байлаймын да, сол дорожкамен жүргіздірем. Анандай дюшес, пиваның бутылкалары, стеклянный, сонымен аяғын домалатқызып, мына балам плоскостопия болмас үшін соны жасататын тұғым. Сосын көз жұму ойындарын ойнататын, балалар келген сайын көптеген ойындарды ойнататын. Осы ойынның бәрі түзете дамытып, қазір Аллаға шүкір балам алғырларының бірі. Эхололей туралы давайте ертең айтайын. Ертең уже басқа. Ертеңде осы курс айтылады, сабақтар осы курс беріледі. Осы басында сабақ айтылған курстар, әңгіменің бәрі Аллах разылығы үшін сіздерге өз біліммен тегін бөлісіп жатырмын. Егер мүмкіндік болса, осы эфирімді өздеріңіз стористарыңызға қойсаңыздар болады, немесе жан-жаққа жіберулеріңізді сұраймын. 12.500 теңгеге 12 сабақ сатып алайын деп жатырсыздар. Сол үшін 12.500 теңгеге даже шындығында бір аяқ киім немесе максимум бір кафеге барып отырып шықсаңыз, сол 12.500 теңгеңіз бір туалетке кетіп қалады. Давайте білімге арнайық. Білім ешқашан сізге, бізге артық етпейді. Және білімнің ғана күні жарық. Және сол жерде бір чатта отырып, бір-бірімізбен танысып, бір-бірлерімізден сол мұңдастарымызбен бірге жақсы жаңалықтармен бөлісетін күн Алла қаласа болады. Оған мен сенемін. Өйткені осы білімнің арқасында балаңызға өзіңіз логопед боласыз, өзіңіз үйде результат жасайсыз, сол результатта шын қуанасыз. Баланың қашан сөйлейді емес, мен жұмыстанып жатырмын, әрекет менен жасап жатырмын. Осы сіздің әрекетіңіз, білімге сабаққа қосылған сіздің әрекет жасап жатырмын. Ал берекетін Аллах өзі береді, нәтижесін Аллах береді. Әрекет бізден, нәтиже Алладан. Әрекет бізден, берекет Алладан. Сол үшін әрекетті біз жасап жатырмыз. Сабаққа қатысып, білімді алып, ары қарай сонымен кәдімгідей мен график құрып беремін. Сол график арқылы өте күшті нәтижеге бірге жетеміз. Тіпті балаңызда дыбысы жоқ болса да қатысыңыз. Бұл жердегі дыбысы жоқ, р, л, с, ш айта алмайды дейтін бала болса да қатысыңыздар. Бұның ішінде дыбыс қоюда туралы сабақ болады. Дефито бойынша запоет тапсырма берді, бірақ тым істемей орында отыра алмады. Бірінші рет сабағы еді. Кейде болады, мен сабағымда бір аптаға шейін бала істемейді. Это нормально. Біз оны нормально қабылдаймыз. Басында енді кішкене ойбой, енді ақша төлеп жатыр ғой, қолдан келгенше из кожи вон жүгіретін еді. Жоқ, қазіргі балалардың мінезінің де өзгерісі, қазіргі балалардың тонусының өзгерісі, қазіргі балалардың уже мягкотелый, енді орысша айтып кеттім, сондай балалар өте көп болғандығы соншалықты. Тіпті мен үйренісіп қалдық. Ұстаған кезде шиди бала өте көп.
ЗПР-ға диета керек пе? ЗПР-да егер басқа да ЗПР-дің қасында тағы болса, мысалы тырнақты тістейтіндей болса, басқа да мысалға айналдыра беретін болса, ләмлеге белгілер болса, мысалға түнде сиіп қоятындай болса, бәрін тексерту керек. Енді ол кезде уже диета керек кездер болады. ПМПК дефектолог логопединен нәтиже болады ма? Әрине болады. 100% результат болады. Сіз мынаған барсақ результат болады ма деп сұрап тұрған сізде дұрыс емес уже. Мен нәтиже жасаймын, мен сол мамандарға апарып, олардан көмек алып, сонымен жасаймын деген бірінші ниет сондай болу керек. Сізде ауысып кеткен. Маған әкеліп жүрсіз ба? Мен айтамын, мен ешқандай нәтиже жасамаймын. Нәтиженің бәрі біз әрекет жасап жатырмыз, нәтиже аладан, бірақ сіз екеуміз тандемге отырамыз. Сіз жұмыс жасайсыз, мен көмектесемін. Болды, осылай ғана айтамын. Иә, маған әкеліңіз, мен істеймін деп ешқашан айтқан емеспін. Мен 100% мынаны шығарып беремін деп айтқан емеспін. Сіз істейсіз, мен сізге тапсырма беремін. Дәптеріміз бар, үй жұмыс бар. Міне бүгін мынаны істедік, сіз осыны үйде қайталайсыз. Бүгін біз мына ертегіні қайталадық, үйде осы ертегіні әбден машықтандырып келесіз. Бүгін мына 4 түсті үйрендік, сіз үйден осы 4 түсті үйреніп келесіз. Бүгін мына 4 фигураны үйрендік, 3 бұрышты малақ шаршы, 4 бұрыш, осы 4-ін үйреніп келдік, ертең осы 4-ін маған жаттап келетін болсын. Көрдіңіз ба? Сіз істейсіз. ПМПК дефектолог деген емес, ол ПМПК ол кәдімгідей өкіметтің беріп тұрған сізге көмегі, сол көмекті максимально пайдаланыңыз қайта. Сізді телевизордан көріп бірдеңе түсінгем, мықты маман екеніңізді дейді. Рахмет. Алматы қаласында орталығыңыз бар ма дейді. Алматы қаласында шәкірттерім бар. Лидер баланы қалай тәрбиелейміз? Күшті, супер сұрақ қой, лидер бала деген. Қыздар, продажа уже жабық. Егер максимально бронь алып қоямын десеңіздер, қазір жарты бағасын төлеп қойып алып қойыңыздар, орын алып қойыңыздар. Лидер баланы бірінші өзіңіз есептейміз, ол лидер болатыны ата-ана ма, бала ма. Оны тәрбиелеу үшін сондай лидерлердің ортасына қосамыз. Лидердің өзінің предпосылкалары болады, цифралары деген сияқты болады. Сосын өзінің қанында болады. Сосын әртүрлі секцияларға қатыстыру, мысалға актерское мастерство деген сияқты сондайларға қатыстыру арқылы, лагерлерге жіберу арқылы лидерді шығаруға болады. Дейді, адам болып туылады, алайда тұлға болып туылу үшін бұл тұлға формируется, формировать етіледі. Ол любой адам болып туылады, алайда тұлға болу үшін әдемілеп осылардың бәрі жұмыстануымыз керек. Так, көп болып кетті, иә? Өте түсінікті дейді. Ал қыздар, эфирді соңын аяқтайын. Жақсы тілектеріңіз болса, давайте жазып жіберіңіздер. Ұнады деп жазып жіберіңіздер. Осыдан мен эфирді аяқтап, бүгінгі продажаны жабайын. Сіздермен міне осы соңғы 35 адаммен қалған, 35 адаммен бір дастархандас болғандай болайық. Сіздермен бірге кешкі эфирді өткізгеніме қуаныштымын. Бүгінгі бірінші күннің сабағы. Осы сабағымның егер сізге ұнаса, егер сізге инсайттар алған болсаңыздар, оның ақысы бар. Ақысы сіздерге бесплатно, маған ол ақылы болады. Сізге оның ақысы или стористарыңызда бөлісіңіздер, или сізге құрбыларыңызға осының бағасы қатысыншы деген мен, пожалуйста, бөлісіңіздер. Пожалуйста, иә? Сол үшін Алла қаласа 3 күн подряд мен шығамын. Мош дейді, эфирді ұнады дейді, Алла разы болсын дейді. Алла сіздерден де бізден де разы болсын. Осы шәуәл айында ұстаған 6 күндік оразаңыз қабыл болсын. Ертең менде практикант келеді, практикантпен бірге жүреміз. Алла қаласа үлкен жетістіктерді бірге алатын менде жақсы нәтижелер шығарайық, бірге шығарайық. Мен ғана емес, сіз шығарыңыз, бірге шығарымыз, бірге қуанайық. Күшті менен балам, мынандай медаль алатын болды. Қазақстанның туын көтеріп жатыр. Менің балам мынандай қуанатын жағдай қалайық. Адам деген
мынандай алдым, машина алдым емес, кәдімгідей анандай эмоциямен кәдімгідей Қазақстанның туын көтеріп жатыр, балам мынандай бірінші орын алып келді деген сондай қуаныш болсын, иә. Прям грантқа түсті, сондай қуаныш болсын. Налевойға или нишқа түсті деген, кәдімгі нишқа түсудің өзі кәдімгі, мен мысалы балам түсе алмай қалды, ренжіген жоқпын, әлі қайыры ғой енді, иә. Сол түскен кезде қалай қуанар едім мен. Мен үлкен балам грантқа түскенде қалай қуандым. Сондай қуаныш болсын сіздерге, балаларыңыз үшін, өздеріңіз үшін сондай қуаныш болсын деп мен тілеймін. Оқты, шығармашылық табыс тілеймін дейді. Сіз сияқты мықты маман болсам арман жоқ дейді. Келіңіздер, менен асып кетіңіздер. Менің шәкірттерім шәкірт тәрбиелеп жатыр, сол үшін мен бабушка маманмын. Сол үшін келіңіздер, тәрбиелеп барлығын үйретем, түсіндірем, бәрін көрсет. Супер болды, білмегенді ұғып алдым дейді. Айтып тұрмын ғой, осы эфирді бөлсеміз, соңына шейін қараймыз. Жақсы. Давайте, ертең кездескенше.